Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі күнде өзекті болып тұрған 42.500 теңге жайында қалай өтініш беруге жайында айтамыз. Ол үшін Google, яғни eGov арқылы қалай өтініш беруге болады. Google-ға eGov деп тереміз. eGov KZ-ге кіреміз. Кірген кезде сіздің жеке кабинетіңізге кіру үшін кіру батырмасын басып бірнеше жолын көрсетеді. Соны бізге ең ыңғайлы, ең қарапайым жолы сіздерде орысша тұратын болса одноразовый пароль деп тұрады. Бір жолға жасырын сөз деп қазақша алып тұр. Ол үшін инді енгіземіз. Және телефон нөмірімізді. Кіру. Телефон нөміріңізге код келеді. Сол кодты тереміз. Мінекей мен өзімнің кабинетіме кірдім, жеке кабинетіме. Төменгі жақта төтенше жағдай кезінде 42.500 теңге төлеу қызметіне кіреміз. Кірген кезде егер сіз ресми ешқандай жұмыс орнына тіркелмеген болсаңыз, онда самозанятый деп басасыз. Сол кезде сіздің иіңіз автоматты түрде өзі шығады. Бұл жағдайда наименование работодателя дегенді толтырып қажет емес. Тек телефон нөміріңізді толтырасыз, почтаңызды толтырасыз, электронды почтаңызды, ЖСН иіңізді енгізесіз, счетыңызды жазасыз, KZ-тен басталады. Оны Каспий KZ приложениесін білсеңіз болады. Және номер телефонын жазып. Я согласен на сбор и обработку персональных данных деген батырма басасыз. Кейін далее деп өтінішіңіз жіберіледі. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоны бөлісіңіздер.